Сәлеметсіңдер ме балалар, 4-ші сыныптың 62-ші сабағы. Достар, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар. Әрдайым жаңа сабақтар көріп отыратын боласыңдар. Бірінші есепте балалар біз жаңа тақырып өтетін боламыз. Өнімділік, яғни 2В бөлімін бастаймыз. Мұнда өткен сабақтарда көптанбалы сандарға бөлу, көбейтуді өткен болсақ, енді бұл сабақтарда өнімділікке берілген есептерді шығаруды үйренесіңдер. Бірінші суретке назар аударамыз. Бірінші есепке мына балалардың кім болуды армандайтынын қара дейді. Өрнектен мәнін есепте, сонда сен қай баланың кім болғысы келетінін білесің дейді. Жалпы бұл ортақ тақырыбы мамандықтар әлемі деп аталатын болғандықтан түрлі енді осыған қатысты есептерді, мысалдарды оқи алатын боласыңдар. Әлия мән есепте, сонда қай баланың кім болатынын білесіңдер дейді. Бұл жерде Әлия, Айна, Бауыржан, Арман, Болат деген балалар мен қыздар берілген. Сондықтан мұғалім, мына жерде аспазшы, суретші, жаңағыдай жол қызметкері, сақшы деп айтуға да болады, дәрігердің жаңағы суреттері берілген. Енді біз жауаптар арқылы сәйкестендіруіміз қажет. Бірінші есепте бізде 20.002-ні 3-ке көбейтеміз, сонда 60.006 шығады. Әлия дәрігер болғысы келеді екен, бірінші тұрған қызымыз біздің. Екінші есепте 20.202-ні 3-ке көбейтеміз, 60.606 шығады. Айна бұл жерде мұғалім. 18.009-ді 9-ға бөлеміз. 2001 Бауыржан суретші болады екен. Болғысы келеді, яғни 18.009, оны 3-ке бөлеміз, 603. Арман аспазшы. Соңғы 30.303-ті 3-ке көбейткенде 90.909 болады. Сонда полиция қызметкері болғысы келеді екен. Есіңде сақта дейді. Бұл жерде енді бізде ережелерге, өнімділік туралы сіздерге ереже еске беріледі. Белгілі бір уақыт ішінде жасалған бөлшек саны жұмыс деп аталады. Жұмыс жылдамдығын өнімділік дейді. Басқа сөзбен айтқанда, өнімділік уақыт бірлігі ішінде орындалған жұмыс дейді. Өнімділіктің алдыңғы периметр сияқты, аудан сияқты түрлі бізде формулалар бар. Осы формулалар арқылы жұмыс жасаймыз. В белгісінде тұрған бізде өнімділік. В-ның формуласы В тең, біз В-ны табу үшін, өнімділікті табу үшін, біз жұмыс пен уақытты бөледі екен. Бізде В өнімділік, Т уақыт, А жұмыс. Т бізде уақыт, А бізде жұмыс. Енді В бізде өнімділік табу үшін А жұмыс пен уақытты бөлеміз. Ал Т-ны табу үшін жұмыс пен өнімділікті бөлеміз. Ал енді өнімділікті, жұмысты табу үшін біз өнімділік пен уақытты көбейтеміз. Келесі, енді осы ережелерді есте сақтасаңдар, әрдайым есепті шығаруға көп көмегі тиеді. Екінші, кестені қара, суреттерге жауап бер дейді. Бізде шебердің шәкірті, тігінші, металл жонушы, мәтін теруші, аспаз берілген. Олардың өнімділік, жұмыс уақытының өнімділіктері, уақыттары, жұмыстары беріліп отыр. Яғни біреуінде өнімділік белгісіз, біреуінде уақыт белгісіз, біреуінде жұмыс белгісіз. Біз оны қалай табамыз? Бірінші бізде шебер 15 бөлшек жасады. Яғни сағатына 15 бөлшек жасады. Оған берілген жасаған уақыты 8 сағат, біз өнімділігін табамыз. Яғни бірінші бізде өнімділік 15 бөлшек, берілген уақыты 8 сағат, жұмысы белгісіз болса, А тең В көбейту Т
формуласын қолданамыз. Сонда 15-ті 8-ге көбейтсек 120 бөлшек. Яғни мына жерде тұрған 15 бөлшек жасағаны ол 1 сағат ішінде жасаған бөлшек, жаңағы 15 бөлшек 1 сағат ішінде жасап отыр. 8 сағатта 120 бөлшек жасап отыр. Екінші бізде шебердің шәкірті 7 бөлшек жасаған, 4 сағатта қанша бөлшек жасағаны белгілі. 7 мен 4-ті көбейтеміз, сонда 28 бөлшек жасады. Келесі есепте бізде тігіншінің үш күнде уақыты 3 күн, тіккен көлігі 48, оның өнімділігі бір күнде қанша көлік тіккені бізде белгісіз. Біз бағанаған формуланы қолданамыз. А бөлу Т 48 мен 3-дің бөліндісі бізде 16 көлік, бір күнде 16 көлік тігіп отырған екен. Келесі бізде металл жонушы, онда да өнімділігі белгісіз, ол да 3 күнде 96 бөлшек жасаған. Оның бір күнде қанша бөлшек жасағанын білу үшін 96 мен 3-ке бөлеміз, 32 бөлшек. Яғни металл жонушы күніне 32 бөлшек жасаған екен. Мәтін теруші 2 бетті минутына, 1 минутта 2 бет мәтін терген, уақыты белгісіз 36 бет. Яғни біз минутты табу үшін 36-ны, яғни А жұмысты уақытқа бөлеміз. Мына формуланы қолданамыз. Сонда 36 мен 2-ның бөліндісі 18 минут. Мәтін теруші 18 минут терген екен. 36 бетті. Келесі бізде соңғысы аспазшы 25 кексті сағатына жасады. Ол 100 кекс жасады. Біз енді 100 кексті жасау үшін оған қанша сағат керек екен білу үшін 100 бен 25-ті бөлеміз. Сонда 4 сағатта пісірген екен. Үшінші есеп. Асында зауыт 14 күн ішінде әр күні бірдей мөлшерде жасай отырып 560 кір жуғыш машина дайындады. Зауыттың өнімділігі қандай? Егер оның өнімділігі 2 есе кемсе, дәл осындай мөлшерде кір жуғыш машинаны неше күнде жасайды дейді. Бізде Т 14 күн уақытымыз, жұмыс бізде 560 машина. Бізде В машинаға берілген жаңадай өнімділігі белгісіз. Біз енді оны табу үшін сонымен қатар бізде мына формуланы қолданып В бөлу 2 тең неше күн, яғни 2 күн кемісе, өнімділігі 2 есе кемісе, дәл осындай мөлшерде кір жуғыш машина неше күнде дайындайды деп тұр. Біз В тең А бөлу Т-ны формуласын қолданамыз, яғни өнімділікті табуымыз керек. 560 пен 14-ті бөлетін болсақ, бізде 40 машина күніне дайындайтын болған. Ал енді оны 40-ті 2-ке бөлсек 20 машина күніне. Сонда Т тең А мен В-ның көбейтіндісі 560 бөлу 2 20 тең 28 күн. Зауыттың өнімділігі 20 машина күніне. Егер өнімділігі 2 есе кемісе 28 күнде жасайды. Яғни мына үшінші есептің біріншісінің жауабы осылай. Үшінші есептің әсінде баспаханада оқулықтарды 2 автомат машина орайды. Бір автомат жүктелген 120 кітапты 20 минутта орады. Екінші автомат 210 кітапты 30 минутта орады. Автоматтардың қайсысы жылдамырақ жұмыс істеді дейді. Бұнда енді 2 автомат болғандықтан, бұнда біз А1, А2 деп аламыз. А1 бұнда 120 кітап, Т1 20 минут, яғни бұл бірінші автоматтықы. Екінші Т2 30 минут, А2 210 кітап. Біз В1-ді, В2-ні табуымыз керек. В1 бізде А мен Т-ның бөліндісі, А1 мен Т1-дің бөліндісі 120 мен 20-ның 6 кітап минутына. Сонда В2-ні 110 мен 30-ның бөлінше 7 кітап минутына. Енді салыстырамыз, В1, В2 бізде 7-сі артық. Екінші автомат жылдам жұмыс жасайды, минутына 7 кітап орайды екен. Төртінші есепте дейді 16 килограмм 500 грамм бөлу жақша ішінде 20 килограмм 560 грамм, азайту 19 килограмм 640 грамм тең болады 18 грамм. Мына жерде амалдардың орындалу реті беріліп тұр. Мен жалпы мәнін айтып кетіп жатырмын.
Келесі есеп бізде 6 жақша ішінде 6 центнер 5 килограмм, азайту 78 килограмм. Азайту 78 килограмм, жақша сыртында 300, қосу 4 тонна 3 килограмм. Тең болады бұнда. Есептің жауабы 162.103-ке тең болады екен. Келесі есебіміз біздің үшінші 4 сағат 5 минут көбейту 2, қосу 6 сағат 15 минут көбейту 2. Есептің мәні 20 сағат 40 минут. Орындалу амалдары мына жерде көрсетілген. Соңғы есебіміз біздің 2 километр 308 метр көбейту 20, азайту 6 километр 90 метр бөлу 3 тең болады. Бұнда есептің мәні 44 километр 130 метр. Яғни амалдардың бірінші орындалу ретіне қараймыз. Бесінші есеп. Мен өскенде фермер боламын, деді Арман. Оған мына есепті шығаруға көмектес. Егістік жерінің ені 250 метр, ал ұзындығы одан 150 метр артық. Егістік ауданының 5/1 бөлігіне сұлы, ал қалған бөлігіне жоңышқа егілген. Сұлыға қарағанда жоңышқа қандай квадрат метр жерге артық егілді? В тең 250 метр, А белгісіз 150 метр артық. Бізде ауданы белгісіз, сұлының квадрат метрі белгісіз, ол 5/1 бөлігі артық ауданына қарағанда. Жоңышқа бізде белгісіз. Қанша метр артық тігілгені? А тең 250 қосу 150 тең болады 400 метр. Ұзындығы жалпы аудан табу үшін А мен В-ны көбейтеміз. 400 мен 250 көбейтсек бізде 100 мың метр квадрат. Сұлыны табу үшін 100 мың метр квадрат. 100 мыңды 5-ке бөлеміз. 20 мың метр квадрат сұлы. 100 мыңды 20-ға азайтсақ 80 мың метр жоңышқа. Яғни сұлыға 80 мың мен 20-ны азайтатын болсақ 60 мың метр квадрат. Сұлыға қарағанда жоңышқа 60 мың метр квадрат жерге артық егілген екен. 6-шы есепте әр баған бойынша өрнектің жауабын пайдалана отырып есепте дейді. 3 пен 300-дің көбейтіндісі 900, 3 пен 301-дің көбейтіндісі бізде 903. Яғни бұны біз мына жерде пайдалана отырып шығар деп жатыр. 3 көбейту жақшасында 300 пен 1-дің қосындысы тең болады. 3 пен 300-дің көбейтіндісі қосу 3 пен 1-дің көбейтіндісі тең болады. 900 пен 3-дің қосындысы 903. Келесі есебіміз біздің 3 пен 299-ның көбейтіндісінің мәні 897. 5 пен 4-дің көбейтіндісінің мәні 2000. 5 пен 401-дің көбейтіндісінің мәні 205. 3 пен 399-ның көбейтіндісі 1995. 2 мен 600-ның көбейтіндісі 1200. 2601-ның көбейтіндісі 1222. 2 мен 599-ның көбейтіндісі 1 мен 1198. 4 пен 250-дің көбейтіндісі 1000. 4 пен 251-дің көбейтіндісі 1400. 4 пен 249-ның көбейтіндісі 996. 7-ші есеп бізде кестені пайдаланып тура теңсіздіктер құр дейді. Сіздерде 1325 пен 5-дің бөліндісі 333 пен 2-ның көбейтіндісі берілген, яғни артық кем жақтары сіздерде көрініп тұр. Әрі қарай өте берейік балалар, сіздерге анық түрде жазылған қиын емес есеп. 8-ші есепте 3 ағайындының мамандығы сәулетші, электрик және жүргізуші. Арман сәулетші, Бауыржан сәулетші емес, Ерлан жүргізуші емес. Осы 3 пікірдің біреуі ғана дұрыс. Ерлан сәулетші болуы мүмкін бе дейді. Жоқ, Ерлан архитектор болуы мүмкін емес, себебі 3 пікірдің біреуі ғана дұрыс. Арман архитектор жалған, Бауыржан архитектор емес жалған, Ерлан жүргізуші емес дұрыс. Арман жүргізуші, Бауыржан архитектор,
Ерлан, электрик. 9-шы есепте Әлия 1 минутта 100 сөз оқиды. Ол жарты сағатта қанша сөз оқиды дейді. Өнімділігі 100 сөз минутына, уақыты 30 минут. Біз жұмысын табуымыз керек. Яғни 100 бен 30-ды көбейтетін болсақ, 3000 сөз. Әлия жарты сағатта 3000 сөз оқиды екен. Әсінде шебер 1 сағатта 25 бөлшек жасайды. Егер 200 бөлшек жасаған болса, онда ол қанша уақыт жұмыс жасаған дейді. Бізде өнімділігі 25 бөлшек, жұмысы 200, уақыт белгісіз. 200 бен 25-ті бөлсек 8 сағат екен. Шебер сонда 8 сағат жұмыс жасаған. Бысында шебердің шәкірті 4 сағат жұмыс жасап, 48 бөлшек жасады. Ол қандай өнімділікпен жұмыс жасады? Уақыт 4 сағат, жұмысы 48 сағат, өнімділік белгісіз. 48 бен 4-ті бөлетін болсақ 12 сағат. Шебердің шәкіртінің өнімділігі 12 сағат, 12 бөлшек сағатына жасаған екен. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше лайк басып, қоршаны басып қойыңдар, арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар.